Сәлем достар, бүгін біз мақ қосылған сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Ұнға разрыхителіміз салып, жақсылап араластырып аламыз. Және үстінен қантымызды салып, өстіп жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сары майды ұнға қосып, бір келкі үгінді болғанша қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массаның үстіне жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Илеп алған қамырымызды салафанмен орап, тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі салмасын дайындайтын боламыз. Сүзбемізге 20% қаймағымыз саламыз. Үстінен қантты, кукуруз крахмалын және де жұмыртқамызды салып, жақсылап блендермен майда болғанша араластырып аламыз. Осындай масса дайындап аламыз. Формамызға осылай нанымызды әдемі қылып жайып алып, үстіне салмасын саламыз. 170 градусқа қызып тұрған духовкаға 40 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын. Бір жасағанда өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Үйлеріңізден береке, дастархандарыңыздан дәм кетпесін. Келесі рецепте кездескенше лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.